диагноз болды, уже подтвержденный УЗИ, зоб был. Енді сол мезгілдегі менің жағдайым өте сондай нашар болды. Себебі мана Мира айтқандай, вообще зобтың несі, қалай признактары жаман да, не болады, мына жеріңде кеудеңді кереді, да, дем жетпей, жұмыстан келесің ғой, да, напряженное состояние, напряженное, нервозное состояние болады. Само по себе, ешкімге ренжімесеңде де, ешкімге ренжімесеңде де, сондай состояние болады да, нервозное состояние. Оказывается, все от зоба. Бір жылдары мен неге бардым, 2013-те мен неге бардым, Уфаға бардым, Уфаға барып, сол жерде УЗИға түстім. Енді Россия ғой деп, кішкене маған бір дұрыс диагноз қояды ғой деп, сол жерден неге түскенімде, маған не деді, зоб деді. С левой стороны узелок. Енді сол мезгілдегі состояниемді есіме түсірсем, мен прямо жылағым келеді, потому что мен өзім түсінген жоқпын да, от чего, почему, неге менде сондай нервозное состояние, просто само по себе, да, и еще екінші этажға көтерілгенде уже шаршап қаласың, да, қараптан қарап шаршайсың, вроде бы все нормально, да, а так состояние өзімен өзі шаршап тұрады. И сол мезгілде мен дейтін 6 жыл бұрын ол еді, 6 жыл бұрын, енді мен 50-де болдым ғой, қазір мен 56-тамын, да, и сол мезгілде енді қазіргідей программалар болған жоқ, да, но сол лецитин, ассимилятор, сосын листья черного ореха онда қосты, H500, сол кезде микрогидрин болған сияқты, микрогидрин, коралловая вода, да, и соған қоса спирулина болды. Онда спирулина порошок түрінде болды. Соны прямо суға езіп, шашыратып, суға езіп сөйтіп отыратын еді, да? Но спирулина маған дейтін күшті көмектесті. Мен сол кезден прям спирулина прям күшті көрем. И вообще всем я советую спирулину, потому что, как сама Ольга Бутакова айтады ғой, в спирулине из 47 питательных веществ 43 питательных веществ содержатся в спирулине деп, да? И сонда спирулинаның вообще бүкіл ауруға даже вот детокс плюсқа қосса да ешқандай артықшылығы болмайды. Сосын селенді под язык я клала. Прямо по 3, по 4, по 5 штук я прям под язык. Кішкене сорам-да, уже капсулсы мана ашылғанда, кішкене ашқылтын дәм келгенде сумен запивать етіп жіберем. Сонда мына жерінің бәрі ашылып, прямо керемет болып қаласын. А қазіргі таңда, да, қыздар, айтайын мен, вообще ничего не беспокоит, абсолютно. Абсолютно. У меня вот здесь прям комок стоял. На грудина, да, комок стоял. У меня подружка врач, и постоянно Разияға айтам, Разия, посмотри, у меня прям мына жерім дейтін, кеудем дейтін, прям ауыр болып тұрады деп. И сосын онда маған айтады, УЗИға түсесіз деп. Сосын сонда УЗИға түскенде сондай маған зоб деген диагноз қойды. Ал осы мен кеше мартта тапсырдым, бүкіл анализін тапсырғанда, щитовидке тапсырдым, гормоны все нормальные. Там на 4 гормона, это как щитовидка проверяет, да, и все в норме. И я по себе уже чувствую, что ничего не беспокоит абсолютно. Никакой нервозности, спокойствия, полное спокойствие. Вообще, осы кораллдың продукциясының арқасында я, да, сама чувствую сейчас вообще прекрасно. Счастлива. Вообще всем советую. Енді осы жерде отырған адамдар бәрі ішетін шығар, да, новичоктар бар шығар, да. Вообще кораллдың продукциясынан артық ештеңе жоқ. Я так скажу. Рахмет. Жақсы, рахмет.